Баршаңызға қайырлы күн. Әне міне дегенше құлпынай маусымы да келіп қалды. Бүгін сіздермен құлпынайлары езілмей дана-дана болып пісетін құлпынай вареньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видео соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен құлпынайларымызды үлкенде ыдысқа салып аламыз. Құлпынайларды жақсылап жуып аламыз. Таза суда 2-3 рет шайып, лай болған суларын төгіп тастаймыз. Құлпынайларды тазалап жуып алдық. Енді жапырақтарын алып, басқа ыдысқа салатын боламыз. Келесі құлпынайлардың үстінен шекерімізді салып шығатын боламыз. Мен 2 кг құлпынайға 1 кг 600 грамм шекер салдым. Егер сіздер вареньенің тәтті болғанын қаласаңыздар, 2 кг құлпынайға 2 кг шекер салыңыздар. Енді ыдыстың қақпағын жауып, құлпынайлардың суы шыққанша бөлме температурасында 6 сағатқа қойып қойыңыздар. Құлпынайлардың суы шықты. Енді оны орташа отта 10 минут қайнатып аламыз. Біркелкі қайнауы үшін арасында араластырып тұрсаңыздар да болады. Қайнап жатқанда шыққан көпіріктерін алып тастаймыз. Құлпынайларымыз бір рет қайнап шықты. Енді отты сөндіріп, 30-40 минут ыдыстың бетін жаппай суытып аламыз. Дәл осылай вареньемізді 3 рет қайнатып алатын боламыз. Бұл менде құлпынайдың 3-ші рет қайнап шыққаны. Енді вареньені ыстықтай күйінде алдын ала стерилдеп алған банкілерімізге құйып алатын боламыз. Менде 2 кг құлпынайдан 2 литр варенье шықты. Не қараңыздаршы, ешқандай қосымша су құймай, құлпынайдың өзінің суымен піскен вареньеміз дайын болды. Қанша жылдардан бері сыналған дәл осы рецепті варенье жауым керек еді-ау деп жүрген танысыңызға жіберіп қойыңыз. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, видеоға лүпіл басып кетіңіздер.